кезінде табиғаты көркем жерлерге барып демалғысы келетіндердің саны көбейеді. Қазақстандықтар Зеренді, Саумалкөл, Бурабай сынды демалыс орындарын жиі таңдайды. Ал демалыс аймақтарына өз көлігімен барғанды жөн көреді. Осы орайда туристік аймақтарға алып баратын жолдардың ыңғайлы болуы өте маңызды. Бүгін біз материалымызда сол жолдарды сөз етпекпіз. Саумалкөл солтүстік Қазақстан облысындағы ауыл. Жақында туристер арасында ол үлкен танымалдыққа ие болды. Көркем табиғаты мен қаланың қарбалысынан алыс таза ауа ешкімді бейжай қалдырмайды. Алайда оған қалай жетуге болады? Осы елді мекенге апаратын жолдар қаншалықты ыңғайлы? Біз осы бағытқа байланысты қызмет көрсететін маманнан сұрауды шештік. Начальник ДУ-66 Бүгінгі таңда 10-шы жол пайдалану бөлімі жаңа жауған қарды тазарту жұмыстарын жүргізуде. Жолдарды сондай-ақ жол жиектерін тазалау арнайы техниканың көмегімен жүзеге асырылуда. Қауіпсіздік пен үздіксіз қозғалысын қамтамасыз ету үшін көктайғаққа қарсы қоспалар шашылуда. Қазіргі уақытта біз Айыртау ауданы Қарасай Батыр мемориалдық кешенінің кіре берісі 24-28 шақырымдағы учаскесінде тұрмыз. Қысқы күтіп ұстау жұмыстарын жүргізудеміз. Туристердің ағынан ескере отырып, жұмыс күшейтілген режимінде жасалынуда. Дем алушылар арасында балық аулауды ұнататындар да аз емес. Олар өз кезегінде негізінен Зерендіні жиі таңдайды. Астана-Щучинск автобанымен 240 шақырым жерде орналасқан бұл мекен көлдер мен тамаша көріністерге толы. Мұнда келген туристер аймақты туристік жұмаққа түскенмен тең деп жатады. Мереке күндері туристер ағыны көп болған кезде бұл бағыттың жолдары ерекше назарда болады. Қазір Көкшетау Атбасар тас жолының 49 шақырымында қар басу жоғары учаскелеріне траншеялар кесілуде. Сондай-ақ жоспар бойынша аталмыш жолда басылған қарды кесу жұмыстары аралас жол машинасының және автогрейдермен жасалынуда. Барлығы жол қауіпсіздігі үшін жасалынады. Алда мереке күндері келе жатыр. Осыған орай жұмыс қарқынды өсуде. Ал Бурабайға туристердің ағыны тіпті қыста да үлкен. Ұзындығы 66 шақырым болатын Щучинск-Бурабай автомобиль жолына нөмірі 5-ші жол пайдалану учаскесі қызмет көрсетеді. Өздеріңіз білетіндей, бұл учаскелер күшті бұрылыстар және өрлеу жолдармен танымал. Сондықтан пайдаланушылардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін жыл сайын инновациялық әдістер енгізілуде. Я Искаков Нариман, работаю в дорожно-эксплуатационном участке номер 5. Биыл пилоттық жоба ретінде Щучинск-Бурабай жолында проекциялық жаяу жүргіншілік өткелі орнатылды. Сондай-ақ көліктің қауіпсіз қозғалуы үшін мысық көзі атты жарық шағылыстырғыш катафаттар орнатылды. Қазір барлық қауіпті аймақтарда және жаяу жүргіншілер өткелдерінде күн сәулесінен жұмыс жасайтын жарық диодты жол белгілері жұмыс жасауда. Барлық шаралар жүргіншілердің жолға назарын аудару және қауіпсіздік үшін жасалынады. Курорттық нысандарға алып баратын жолдар отандық туризм дамуының негізгі кепілінің бірі. Қазақстанның дамыған курорттық аймақтары шетелдік қонақтар үшін де тартымды. Сондықтан еліміздің туристік нысандарына қолайлы жағдай жасау және жақсы жолмен қамтамасыз ету өте маңызды.